Всем привет, мен есімім Айжан, жасым 25-те, және бүгінгі видеода маған өмір сүруіме, жеңіл өмір сүруіме көмектесетін топ 5 убеждениемен бөліскім келеді. Неге бөліскім келеді? Потому что осы убежденияларды басқа адамдарға айтқан кезде тоже, вау, Айжан, менің де өмірімнің өзгеруіне, жақсы ойларыма, менің өмірімнің жеңілдеуіне көмектесті деп айтқан болатын. Солармен сіздермен де бөліскім келеді. Менің жеңіл өмір сүруіме көмектесетін ең бірінші убеждение, ой, ол не қаласаң, сол болады. Осындай бір история айтқым келеді. Подругам бар, 2024 жазында. Өзі қай жұмысқа кіргім келеді, осындай жұмысты, қай жұмысты істеймін, не істеймін деген сияқты маған осындай сұрақтар қоятын. И мен айтқан болатын, вообще сен не қалайсың? Қандай жұмыс істегің келеді? Қандай жерде жүргің келеді? Сен соны ойла, и сол болады деп айтқам. Не қаласаң, сол болады деп. И содан кейін реально өзінің осы жерде жұмыс істегім келеді деп өзі қалаған бір жұмысқа тұрған болатын. Мен бұрыннан білетін ол нәрсенің жұмыс жасайтынын, и содан кейін прям маған тоже доказательство сияқты болды, что бұл ой реально жұмыс жасайды. Сондықтан айтқым келеді, егер белгілі бір жетістікке жеткіңіз келсе, мақсатыңыз болса, сол қалайтын нәрсеңіз туралы ойлаңыз. Көбінесе адамдар мен қараймын, типа, что если у меня не получится деген ойлар көбірек болады да. Мысалы, менде де ондай нәрселер болады, бірақ менде азырақ болады. Мен азырақ ойлауға тырысам, ондай жаман ойларды көбірек ойлайды, что мен мысалы бір базарға барам, қалаған киім таба алмаймын деген сияқты да. Сондай ойлайтын адамдар да менің өмірімде бар, и мен оларға реально айтам, что сен қалайтын нәрсеңді, алғың келетін нәрсені, жеткің келетін нәрсені ойла, и содан кейін өзіңнің қалағанына жетесің деген сияқты. Мен негізі өстіп жазып дайындап қойғам. Екіншісі бұл сенің ортаң саған әсер етеді. Осы нәрсе сен прям ойлап бастауыңыз керек деп ойлаймын, что менің ортам маған әсер етіп жатыр, менің армандарыма, жетістіктеріме, вообще күнделікті өміріме әсер етіп жатыр, и сондықтан мен өз ортамды прям таңдап жүруім керекпін деп өз-өзіңізге сондай ой салып жүруіңіз керек деп ойлаймын, потому что көп адамдар тоже көремін менің айналамда, что любой адаммен дос болып кете береді, любой адаммен сөйлесіп кете береді, и прям оны жақын тартып кете береді, бірақ содан кейін ол мені алдап кетті, бүйтіп кетті, сөйтіп кетті деген нәрселерді көп естимін. Сондықтан прям осы ойдан басылады деп ойлаймын бәрі, басқа адамдармен таңдап сөйлесуіңіз. Мен өте қатты өз ортамды фильтровать етемін, прям адамдарды қараймын, не айтуға болатын адамға, не айтуға болмайды, мен досым болсам боламы, болмаймы. Жаңа ортаға барған кезде адамдарды таңдап жүремін, и это нормально деп ойлаймын. Типа, сен білмейсің ғой, осымен қалай дос болатыныңды, анау деген сияқты сондай әңгімелер айтылуы мүмкін, бірақ мен өзімнің сөйлесетін адамдарыма күнделікті кіммен сөйлесемін, вообще апта сайын, ай сайын кіммен тығыз қарым-қатынаста боламын, сол адамдарды прям таңдап, өзім қалаған, өзім таңдаған адамдармен ғана сөйлесемін, жұмыс жасаймын. Үшіншісі, ол всегда лучший вариант бар. Всегда лучший вариант бар, и соны саған дайындап отыр деп ойлаймын. Вообще Құдай дайындап отыр деп ойлаймын. Мысалы, саған жұмысыңнан бір қалаған, реально өзің қалаған жұмысыңнан отказ келді, бірақ сен ойлайсың, все, өмірдің соңы бұл, ужасно, мен оған лайықты емеспін, тағы да мені жұмысқа алмайды деген сияқты. Бірақ олай емес. Мен ойлаймын, что всегда лучший вариантты саған дайындап отыр, и всегда лучший вариант бар, и мен всегда сондай лучший варианттарды іздеймін. Мысалы, мен 2021-де маркетинг саласын бастап, эксперттермен жұмыс жасаған болатын, и сол кезде мен просто так эксперттермен жұмыс жасамағанмын. Мен прям таңдайтын оларды, и танымал сондай эксперттермен жұмыс жасағым келетін, и реально сондай эксперттермен жұмыс жасағанмын. Төртіншісі бол, сенің әр күн істеп жатқан әрекетің ол капитал. Мен осындай ойды жиі естимін, мен ортамнан, адамдардан да, инстаграмнан көріп жатырмын. Сен либо дамып жатсың, либо дамымай жатсың. Яғни дамымай жатсың, артқа кетіп жатсың деген сияқты. Мен ойға вообще қарсымын, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Сенің әр күнің, сенің әр жасап жатқан әрекетің, ол сенің дамып жатқан сондай капитал жинап жатсың деп ойлаймын. Сен ана жақтан бір информация оқыдың, мына жақтан кітап оқыдың, мына жақтан фильм көрдің, адамдармен араластың. Сен енді робот емессің ғой, ештеңе істемей бүйтіп отырмайсың ғой үйде, сөйлесесің. Енді прям күшті болып, жарып, атып, сондай дамып атпаған шығарсың, бірақ сен өзіңнің темпіңде дайындалып, бір нәрсеге дайындалып, капитал жинап жатсың да, мен солай өзім қабылдаймын. Мысалы, менде сондай бір застой кезеңдер болады, что мен ештеңе істемей, тек қана жұмыс істеп, развивация етпей жүрген кезім деп ойлаймын да. Бірақ сол кезде де мен развивация етіп жатқам. Мен өзіме капитал жинап жатқам. Менің мысалы 2030-2040 жылдары болатын белгілі бір нәрсе емес, мен капитал жинап жатырмын. Сол мақсаттарыма апаратын әрекеттерді істеп жатырмын деп всегда ойлаймын. Сондықтан қазір сіз ойласаңыз, енді тырысып бір нәрсе жасап жатсыз, но ничего не получается, ойлаңыз, что сіз капитал жинап жатсыз.
и это нормально деп. Және бесіншісі, бұл соңғысы, мен сапалы коммуникация жасаймын деп ойлаймын. Не просто так коммуникация жасаймын адам, мен сапалы коммуникация жасаймын, и осындай убеждениені тоже өзіңізге сіңдіріп алсаңыз болады деп ойлаймын. Мен вообще өмірде сондай бір тұйық, спокойный адаммын да, адамдармен бүйтіп бір ортаға кіріп, бәрімен күліп, ашық жарқын сөйлесіп кете алмаймын. Но сапалы коммуникация жасаймын, мен өзіме қызықты, маған керек, маған выгодный адамдармен солай коммуникация жасаймын деп ойлаймын. И это классно. Сондықтан өзіңізге осындай ойды да қондырып алу керек деп ойлаймын, что сіз сапалы коммуникация жасайсыз. Көп адаммен жасамасаңыз да сапалы коммуникация жасайсыз, и ол сіздің өміріңізге пайдасын тигізіп жатыр деп. Видеоның соңында айтқым келеді, егер өміріңізде белгілі бір қиындықтар, өзіңізге ұнамайтын жағдайлар болып жатса, негізі ол сіздің ойларыңыздан, яғни ойдан әрекеттер туындайды да. Дұрыс емес ойдан дұрыс емес әрекеттер шығуы мүмкін. Дұрыс ойдан дұрыс әрекеттер шығуы мүмкін. Сондықтан всегда жақсы ойланыңыздар, өзіңіз туралы, қоршаған ортаңыз туралы, әлем туралы, вообще жақсы ойлауға тырысыңыздар. Осындай убеждениялар, жақсы убежденияларды өзіңізге жиып, өзіңізге сіңіріп жүріңіздер деп айтқым келеді. Егер сіздерге пайдалы болса, осы комментарийға жазып кетіңіз, маған Инстаграмға және Ютубыма тіркеліп алыңыздар дегім келеді. Мен осындай пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Всем пока-пока.